Қарашаш қыз. Ертеде бір хан болыпты. Өзінің 40 қатыны бар екен. Үлкен бәйбішесі бір күндері екіқабат болады. Ханның өзі бір жаққа жол жүрге сайланып, орнына қалдырған уәзіріне айтады: осы қатыннан қыз туса, ол қызды өлтір де, басын өзіме алып қойып келгенімде көрсет. Ұл тапса, алдынан сүйінші сұрап шық дейді. Хан сапарға шығып кетеді. Бірнеше күндерден соң бәйбішесі босанып қыз тауыпты. Ханның тапсырған уәзірі қызды айдалаға апарып өлтір деп бір адаммен жіберіпті. Ол адамына жолда бір қу кемпір жолығады. Ол қызды өлтіруге апара жатқанын білген соң оған айтады: сен бұл қызды тектен текке өлтірме, онан да маған бер, мен 7 қабат жер астына салып асырайын дейді. Әлгі адам кемпірдің мұнысын дұрыс екен деп қызды беріп қоя береді. Хан кеткен сапарынан елге қайтып, қатынның қыз тапқанын естіген соң баяғы орнында қалдырған уәзірін шақырып сұрайды: ол қыз қайда, өлтірдің бе дейді. Уәзір айтады: жоқ, өлтірмедік. Өлтіруге жіберген адамыма бір қу кемпір жолығып, ол қызды өлтірме, мен адамға көрсетпей жер астына салып асыраймын деп алып кетіпті. Хан мұнан соң ел жұртын жинап халқына айтады: менің сол қызымды кімде-кім тауып өлтірсе, мен оған алтын тағымды беремін дейді. Ешкім өлтіруге талап қылып шықпайды. Ханның өзінің жалғыз бір ұлы бар еді. Сол ұлы тұрып айтады: мен өлтірейін деп. Хан баласын бір ақ боз атқа мінгізіп, әдемі киімдерін киіндіріп айтады: қарындасыңды тауып өлтіріп, басын маған алып келіп көрсет. Өлтіріп басын әкелмесең, онда өзіңді өлтіремін дейді. Бұл жігіт бірнеше күндер іздеп, ақырында баяғы қу кемпірдің үйіне келіп, онан тіке сұрайды: сізде асырауға берген бір қарындасым бар еді, соны өзіме қайтарып беріңіз дейді. Кемпір балаға айтады: тұра тұр, қарындасың 7 қабат жер астында еді, аты Қарашаш, алып келейін деп кетеді де қалады. Бірнеше уақыттан соң Қарашашты кемпір алып келеді. Өзі әдемі, сұлу, жап-жақсы болып өскен екен. Ағасы кемпірмен қоштасып, Қарашашты алып қайтады. Жолда әкесінің айтқанын қылып өлтірейін десе, қимайды, ойлайды: қой, тектен текке өлтіріп, мен бұның обалына қалмайын, бір теңін тауып қосайын дейді. Бір жерлерге келіп қосын тігеді. Ағасы отын жиып келейін деп қырасына кетсе, қарындасының қасына бір қалмақ жігіт келеді. Бұл қыз көңілі кетіп, асық болып, қалмақты сандыққа салып жасырып тастайды. Ағасы отын алып үйіне қайтады. Қарындасының ешбірсін сезбейді. Құлан мен киік атып келіп, сонымен қорек етіп, сол жерде мекендеп тұра беріпті. Біраз замандар өткен соң Қарашаш жерік болады. Bir күндер ағасына айтады: маған таутайлақтың сүтін тауып әкеліп бер деп ағасына жылап жалынады. Ағасы қарындасын қимай таутайлақты іздеп кетеді. Көп машақат етіп, ақырында бұл жігіт таутайлақты тауып, Құдай тағаланың жәрдемімен ұстап алып, сүтін сауып, ыдысқа құйып қосына қалады. Мұның аман қайтып келе жатқанын қалмақ жігіт көреді. Ағаң өлместен аман сау келе жатыр екен дейді. Қарашашқа айтады: енді сен оны пілдің сүтін іздетіп жібер деп үйретеді. Үйіне келіп, ағасы қарындасына таутайлақтың сүтін береді. Ал Қарашаш бұл сүтті төгіп тастап, бөтен сүт керек деп, ағасын пілдің сүтін сауып әкеліп бер деп тағы да ұзақ сапарға жібереді. Ағасы іздеп кетеді. Пілді тауып сүтін сауып алайын десе, піл өзіне ұмтылады. Сонда бұл жігіт налып Құдайына сыйынады. Құдай тағала дұғасын қабыл етіп, сол жерде піл өз-өзінің ашуын басып, сүттің ғана керегін біліп, талтиып тұра қалады. Жігіт сүтін сауып алып қосына қайтады. Қалмақ жігіт тағы да аман сау келе жатқанын көріп, Қарашашқа айтады: ағаң тағы да аман сау тірі келе жатыр. Енді сені Қарақасқа атты қыз батырға жібер. Ол мұны өлтірмесе, менің оған ешбір айлам қалмады дейді. Қарашаш тағы алдап ағасын Қарақасқа атты қыз батырға жібереді. Жігіт қарындасын қимағаннан кейін тағы да қыз батыр іздеп кетеді. Көп іздеп машақатпен тауып алады. Қыз батыр ат үстінде жүр екен. Көрген жерден ақ жігітке ұмтылады. Жігіт те қарсы тұра қалып, екеуі ат үстінде алысып, жігіт ақырында қыз батырды аттан аударып жерге жығып өлтірейін деп жатқанда, қыздың төбесінде көріп қойған шашын көріп, мұның қыз екенін сонда ғана есіне түседі де өлтірмейді. Екеуі сөйлесіп жөн сұраса, ол қыз сол жігіттің өзінің жас күнде айттырған қалыңдық екен. Мұнан соң қыз батыр күйеуін үйіне ертіп әкеліп, қонақ қылып сыйлайды. Мұнда бұл жігіт 3 күн жатып қайтайын деген соң, қыз батыр күйеуіне сыйға Қарақасқа атты мінгізіп қайтарып жібереді. Бұл жігіттің Қарақасқа атқа мініп аман сау тірі келе жатқанын көрген қалмақ шығып көреді де Қарашашқа айтады: енді менің ағаңды өлтіруге ешбір ақыл айлым қалмады. Өзің бірдеме қылып ағаңды өлтірмесең болмас дейді. Ағасы қосқа таяна бергенде Қарашаш қалмақты сандыққа салып қойып, ағасы келіп отырған соң біраздан кейін ағасына айтады: кел аға, асық ойнайық, ұпай салып, ұпай алысайық дейді. Екеуі біраз ойнаған соң Қарашаш ағашынан 10 ұпай салып: енді ұпайымды бер, ойнамаймын дейді. Ұпайым үшін қолыңды артыңа біріктіріп байлаймын, сонан соң өзің шешсең болар дейді. Ағасы бұған көпке шейін көнбейді. Сонда Қарашаш: о дүниеде қияметте аламын да, бұл дүниеде бермесең деп ішінен күңкілдепті. Ағасы сонда тұрып: шырағым, қиямет деген қиын сөз еді. Айтқаныңнан ақ болсын, тілегеніңше қолымды артыма байластыр дейді де, орнынан түрегеліп қолын даярлатыпты. Қарашаш мықтап тұрып ағасының екі қолын біріктіріп, қайыспен артына байлайды да, енді үзіп кете бер депті. Ағасы біраз бұлқынып, қанша бұлқынса да үзетін болмады. Қайыс созыла береді, үзілетін көрінбейді. Сонда Қарашаш
сандықтан қалмақ тамырын шығарып алып, қолына ағасының қылышын беріп, енді мықтап шап дейді. Қалмақ сол қылышпен жігітті екі бөліп шауып тастайды. Мұнан соң қыз Қарашаш ағасын екі қоржынның басына салып, Қарақасқа теңдеп, қайда барсаң онда бар деп бір салып қоя береді. Қарақасқа баяғы өзінің үйренген жерінде қыз батырдың үйіне келеді. Қыз теңделген қоржынды көріп, батырдың жіберген сәлемдемелері екен ғой деп, қоржынды алып үйге келіп аузын шешіп қараса, екі басында шабылған күйі батырдың өзін көріп, есінен танып, сол жерде жығылыпты. Біраздан соң есін жиып алып, өзіне келген қыз батыр мықты Құдайға, пірлеріне, бабаларына сыйынып дұға қылып, күйеуінің жараларына түрлі ақ-дәрілер жағып, Құдай жәрдемімен күйеуін тірілтіп алады. Жігіт бұл қыз батырды отаумен ұзатып, ырғап-жырғап алып, баяғы қарындасы Қарашаш пен қалмақтың қосының үстіне келіп, олардың екеуін де тірілей ұстап алып, шауып өлтіріп, қарындасының басын үйіне алып қайтып, әкесіне тапсырып, көңілін бітіріп, сөйтіп алтын таққа мініп, қыз батырмен бірге патшалық құрып, барша мұрат мақсатына жетіп, бірнеше заман дәуір өмір сүріп тұрыпты.